Ал қыздареке, енді компотты неден жасайтын боламыз? Не дейді? Шабдалдан жасайтын боламыз. Бұл шабдалы енді кішкене қаттылау. Қатты болса да, оның бізге зиян жоқ. Сол үшін мынаның ішіне 10 шақтыдан саламыз. Құр өзінен жасаймыз, қыздар. Енді мынаған да 10 саламыз, осындай. Бұны бөліп, ашып керек емес, қыздар. Тұратыңыздар, мынандай кішкене шіргені не істемеңіздер, салмаңыздар. Мен білмей салып жібердім да, қайтып алып тастадым. 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, мынамен 10 болады. Енді дәл осыған біздер қазір секер салатын боламыз. Секерді 200 граммдық бакалмен, осымен толтырып, бәріне бір-бір бакалдан салып шығамыз. Бұған сироп қайнатып, оны қайдадан құйып, қайтып қайнатып, мида ашытпайтын оңай, әрі тез, еще өте дәмді компот болады. Міне, дәл осылай. 200 грамм секер көп емес па демеңіздер, қыздар. 200 грамм секер ешқандай да көп болмайды. Негізі қазіргі секерлердің өзі тәттісі шамалы. Егер шындап қатты сіздер үшін тәтті болып бара жатса, қыстың күні кішкене қайнаған су қосып жіберіп, араластырып жіберіп ішуге болады. Бұның бір лайфхагы, жаңағы тәттілеу болса, банкілеріңіз атылмайды, естеріңізде болсын. Жаңа вареньеңізді, сосын осындай компотыңызда тәттілеу болса, атылу қаупі жаңағы кішкене аздау болады. Мына қайнап тұрған су сақырлатып, соны мынаны құятын боламыз. Банкі сынып қалады дейтін болсаңыздар, мынандай қасық қойып қойыңыздар астына. Банкіні негізі осы сынып қалмас үшін стерилдейді көбісі. Сіздер астына осылай қасық қойып, сөйтіп жауып алыңыздар. Міне. Әрі оңай, әрі тез. Міне қараңыздар. Просто былай қоясыздар да, и былай қарай бұрайсыздар. 2, 3, 4, мына соңғысы. Міне, көрдіңіздер ма? Енді бұны былай алып, екінші рет, мынау жабылды уже. Бірақ сонда да екінші рет жаңадегі не істеу үшін екінші рет тағы осылай жаба салыңыздар. Зиян жоқ. Міне, көрдіңіздер ма? Оп-оңай, тез. Міне. Обязательно осылай ертіп, сосын барып апарып орайтын боламыз.